Денсаулығыңыз қалай? Арыстанбек аға. Денсаулығыңыз қалай? Денсаулық, бүгінде занимаемся йогой. Бәрі Сізге қысым көрсеткен жоқ па сіз одан? жоқ, мұнда бір рахмет, бәрі заңды түрде, бәрі ойдағыдай. 16-23-07-44. Кроме того, решение вопроса о наличии либо отсутствии состава преступления действия подсудимого может быть разрешено только после непосредственного исследования доказательств по уголовному делу и допроса подсудимых, представителей потерпевших и свидетелей, которые возможны только в рамках главного судебного разбирательства, а не на данном этапе главного судебного разбирательства. Программ и проектов музея, обеспечение сотрудничества с организациями культуры и искусств Республики Казахстан и зарубежных стран, заключение и расторжение договора, совершение сделок. И как вы знаете, ковидные ограничения в Индии были сняты только в конце 2021 года. Если бы следовали указанию, требованию обвинительного акта, мы бы оставили бы в далекой Индии, бушующих коронавирусом, золотого человека почти на 2 года до вашей чести. Мы бы этого золотого человека потеряли бы не только для Казахстана, но и для всего человечества. Понятно, но я тоже категорически не согласен с этим. Ну, хорошо, присаживайтесь. Так, подсудимый Кашин, вам понятно? Гражданский. Не признаю. Өздеріңіз білесіздер, Тұңғышбай Жаманқұлов Әл-Тарази деген өзі азамат бар. Сол бұлай көпе көрінеу жалған ақпарат таратып, менің қорғауымдағы Мұхамедиұлы Арыстанбектен алған деректерді алға тартып, прокуратураға арызданып, соның негізінде заңсыз қылмыстық іс қозғалып, тергеп тексерілген. Ешқандай дәлел деректері жоқ, себебі кез келген қылмыс әрекеті өзінің ізін қалтырады, айғақтармен дәлелденеді. Ешқандай бір дәлел дерек жоқ қой. Сондықтан мен нақақтық негізбен тағылған айып деп жатырмын. Жалпы бұл сот процесінің өзінің сонда саяси астары бар деп ойлайсыз ба? Жоқ, сот процесін емес, сот процесс мәжбүрлі түрде қарауға. Білдіңіз бе? Жалпы бұл Мұхамедиұлына тағылған айыпты саяси емес, саяси астары жоқ, кек алу мақсаты. Себебі кезінде Тұңғышбай Жаманқұлов қылмыстық жауапкершілікке ұшырап, сотталды. Ол өзінше мына Мұхамедиұлы Арыстанбек соған себеп деп ойлаған. Сондықтан бумеранг ретінде сондай өзі арыз жазып отыр енді. Кек алу мақсатында. А саяси астар